Сәлеметсіздер ме достар, алдыңғы сабақта мен логистика түрлері карго адресті дұрыс енгізу туралы ақпарат берген болатынмын. Бүгінгі сабақта 139 экспресс доставка туралы толығырақ талқылайтын боламыз. Каналыма тіркеле отырыңыздар. 139 экспресс доставка ол X-Line қазақстандық курьерлік компания. Бұл компанияның барлық ірі қалаларда филиалдары бар. Алдыңғы видеода осы экспресс доставканың филиал адресін көруді көрсеткенмін. Тағы бір пысықтап өтейік. Ол үшін кез келген бір товарға кіреміз, оплатаға өтеміз. Ең төбесінде өзіміздің адресіміз тұр, қазақстандық. Астында жеткізу тәсілі. Менде жаңа пост таңдалып тұр. Экспресс деп таңдасаңыздар, ары қарай сіздерге филиал адресін көрсетіп береді. Филиал адресі деп бастым. Осылай товарыңыз келген кезде барып филиалдан алатын боласыздар. Доставка 1 килограммына $4.6. Алайда егерде товарыңыз 200 грамм болсын, 300 грамм болса да, дөңгелектеп 1 килограмм деп алады. Сондықтан ұсақ товарға заказ берсеңіздер, жеңіл болса да салмағына біраз артығырақ төлейтін боласыздар. Әрине, қандай логистика таңдаса да, қандай каргоны таңдаса да, әр қолданушының өз еркінде. Сіздерге бұл тек жай ғана ақпарат ретінде. Енді, егерде осы 139 экспресс арқылы доставка берген болсаңыздар, онда қалай отслежка жасап отырамыз? Ол үшін өзіміздің товарларымыз тұрған грузовик белгісіне өтеміз. Бұл доставка кеткен товарлар. Кез келген товарды қарасаңыздар, егер экспресспен берсеңіздер, менде жаңа пост деп тұр, осы жерде экспресс деп жазылып тұрады. Товардың астындағы грузовик белгісінің үстінен басамыз. Осындай терезе ашылады. Менде жаңа пост деп тұр. Егер экспресспен берсеңіздер, 139 экспресс деп тұрады. Осы цифрдың жанындағы сөзді копировать етіп алсаңыздар, бұл бізде номер накладная немесе трек-код деп аталады. Ары қарай астына стрелканы бассаңыздар, сіздердің товарыңыздың жеткізу жолы тұрады. Енді товарды отслежканы біз осы Pinduoduo платформасында да жасай аламыз. Себебі бұл курьерлік компания Pinduoduo платформасының ресми серіктесі болып табылады. Немесе Google браузерге кіріп, өзіңіздің трек нөміріңізді жазып, товарыңызды іздей берсеңіздер болады. Қазір мен жазайын Googleға. X-Line KZ деп аталады сайттары. Біріншісіне кіремін. Кезге мен трек-кодты жаза салайын. Маған табылған жоқ деп келіп тұр, себебі менің заказдарым барлығы жаңа пост арқылы берілген. Осылай өздеріңіздің товарларыңызды қай жерде тұрғанын барлығыңыз деп тауып, сондай-ақ бірден доставкасына оплата жасай берсеңіздер болады. Доставка уақыты шамамен 10-15 күнді құрайды.